Сәлем қыздар, біз бүгін армян печеньесі гата пісіреміз. Керек заттардың қаншалықты мөлшерін астына жазып өтемін. Өстіп ұнымызға разрыхлительді қосып аламыз. Оған бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, корочка жасап аламыз. Дайын болған корочкамызға кефирға жұмыртқаны жақсылап араластырып алып, жаңағы корочкамызға құйып қамыр илейміз. Қамырымызды өсіп екі бөлікке бөліп аламыз. Холодильникте 20-30 минутқа ұстаймыз. Оған дейін ортасын салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына керек заттарды астына жазып өттім. Өстіп сливочный майға 10 қант ванилинімізді қосып, корочка жасап қоямыз. Осындай корочка шығады. Жаңа холодильниктегі тестамызды алып, жайма жаямыз. Ортасына салмамызды салып, рулетқа бораймыз. Рулетімізді қысып, әдемілеп, осындай ұзыншақ қалыпқа келтіріп, үстін жаймалаймыз. Екі рулет шығады бізде. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып аламыз. Тестамыз піскен кезде өстіп жылтырап әдемі болып пісу үшін. Жұмыртқаның сарысын рулетімізге жағамыз. Рулеттің үстіне осындай кунжут себеміз. Печеньеміз әдемі болып көрінеді піскенде. Осылайына пышақтың көмегімен әдемілеп, үшбұрыштап, ромбик қылып әртүрлі формада кесіп, духовканың листісіне пергамент қағазымызды жайып, соған печеньемізді осылай тізіп аламыз. Духовкада 30 минуттай қызарғанша пісіреміз. Қыздар, мен осындай гата печеньесі шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып тіркелесіз.